басты айналдыра өлшеп аламыз. Басымызды айналдыра өлшеп алдық. Мына ұзындық бастың айналасының өлшемі. Мына енін 20 см аламыз. Матамызды қиып аламыз. Негізінде трикотаж матадан тіккен дұрыс. Менде қазір қолымда бары Барби матасы, осыдан тігейін деп отырмын. Енді осыны ортасынан былай бүктейміз. Екі бүктеп, мына жерін былай тігіп аламыз. Осылай ұзыннан тігіп аламыз. Мына жерді тігіп болғаннан кейін матамызды оң бетіне қарай аударамыз. Міне оң жаққа қарай аударамыз. Көрдіңіздер ме? Осылай болады. Осылай түзу қойып аламыз. Одан кейін міне тігілген жері, одан кейін енді өзімізге қарай аударамыз қайтадан. Өзімізге қарай аударып, тура ортасынан мына жерден белгілеп аламыз ортасын. Ортасын булавкамен, инемен белгілеп аламыз. Осылай белгі сақ қойыңыздар ортасын. Ортасын белгілеп аламыз. Ортасын белгілеп алдық. Матаның мынау ортасы. Енді матаны тура ортасынан былай бүктейміз. Ортасынан бүктейсіздер. Осы бүктелген жерден тағы да былай артқа қарай бірлеп бүктейсіздер. Одан кейін матаны былай бір-біріне жақындатамыз. Бір-біріне жақындатқан кезде мына осылай ашық болу керек екі жағы да. Одан кейін мынаны ашып тұрып, мына жағын мынаның біріншісінің үстіне қоямыз осылай. Осылай қойып, ортасына, тура ортасына қоясыздар. Булавкамен белгілеп қоюға да болады. Одан кейін мына тұрған бөлігін осының үстіне қоямыз. Екі болды. Енді ең соңғысы мына бөлікті үстіндегі қабаттың үстіне осылай қоямыз. Сонда осылай түзу болып қойылу керек. Міне қараңыздар. Осылай түзу болады. Енді міне осылай болады. Осы жерді былайынан тігіп аламыз. Міне мына жерге бірінші жай тігіс, түзу тігіс жүргіздім. Одан кейін зигзагпен жүргізіп шықтым. Енді артық жіптердің керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Әдемілеп. Түзу қылып артық керек емес жерін қиып алып тастаймыз. Енді сыртқа аударамыз. Қараңыздар қандай пайда болады екен. Міне, осындай тез және оңай тәсілмен өздеріңізге повязка, тюрбан тігіп алсаңыздар болады. Міне, қараңыздар. Осындай.